Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарында еңбек адамдарының жетістігін жастарға үлгі ету жайы айтылған болатын. Ақтөбелік дәстүрлі қолөнер шебері Нұрлан Жақыпбаев шәкірт тәрбиелеп, еңбек сүйгіштікке үйретуде. Жыл басында ол Біріккен Араб Әмірлігінде өткен халықаралық мәдени мұра фестиваліне барып келді. 25 жылдан бері тері өңдеп, былғары мен металл ағаштан түрлі ұлттық бұйымдар жасауға балаларды баулып жүрген ұстаздың еңбек жолы бүгінде көпке үлгі. Нұрлан Жақыпбаев ірі қара малдың терісін ескі әдіспен илейді және оны қына шөбімен бояп түрлі бұйымдар жасайды. Шебердің қолынан шыққан ұлттық бұйымдарға сұраныс баршылық. Бұл өнерін кәсіп етіп қоймай, білгенін жастарға үйретеді. Ғасырлар бойы атадан балаға мирас болған қол өнерді өскелең ұрпаққа жеткізу міндетім деп санайды. Дәстүрлі әдістер, дәстүрлі технологияны, дәстүрлі қолөнер аманат болу керек. Менің мақсатым сол. Сол аманатты жастарға сол күйінде беру. Келешекте тарихи тәжірибеден қол үзбеу. Шұбарқұдық ауылындағы мектеп гимназияда технология пәнінен сабақ беретін ұстаздың жетістіктері біраз. 20-ға жуық шәкірті қолөнер бойынша өткен жарыстарда топ жарып, тегін білім гранттарын алыпты. 2 шәкірті жастар сыйлығының иегері атанған. Сол шәкірттің бірі Аружан торсық, кесек қап, сандық, мес секілді бұйымдар жасаудың сырына әбден қаныққан. Бұл бұйымдардың жасалу технологиясын алсам, білімге үйретті біріншіден, екіншіден осы бұйымдарды жасауға, яғни өнерге үйретті, ізденуге, жан-жақты табандылыққа, жүруге, кітап оқуға. Нұрлан Жақыпбаев қолөнердің технологиясын зерттеген бірнеше еңбектерін жарыққа шығарған. Ол дарын мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда оқушылардың ғылыми қоғамын құрып, мектебінің де мерейін асырып жүр. Шебер қазір үлкен ізденіс үстінде, енді былғарыдан тұс киіз жасауға кіріскенін айтады. Осы жұмысты ары қарата дамытқымыз келеді. Бұның көлемі жағынан, сосын композиция жағынан, сосын технологиясын жетілдіру керек. Сонда біздің бұрынғы тұс киіздеріміз қайтадан өміршең болады. Ұстазы атақты шебер Дәркембай Шоқпарұлынан алған өнегесін жалғастырып келеді. Алда Экспо 2017 халықаралық көрмесіне де қатысуға жолдамасы қолында. Онда шеберлер ауылын жасақтауға үлес қосамын дейді. Нұргүл Қонақбаева, Айнадин Молдабеков, Хабар, Ақтөбе облысынан.